көжегім. Піл мен жолбарыс ертегісі. Ертеде ит тұмсығы өтпейтін орманды бір жауыз жолбарыс мекен етіпті. Бірде ол жемтік іздеп келе жатса, алдынан піл кезігіпті. Қарны ашқан жолбарыстың сілекейі шұбырып, пілді бас салмақ болады. Бірақ зор денелі жануарға шамасы жетпейтінін түсіне қоятты, дереу қолыққа басады. Армысыз құрметті піл ағай, сіздің даусыңыз сондай зор деп естіп едім. Менікі де осал емес. Екеуміз дауыс жарыстырсақ қалай болар екен? Егер сіз жеңсеңіз, кез келген талабыңызды орындауға дайынмын. Ал егер мен жеңсем, сізді жеймін. Пілдің денесі зор болғанымен ақылы аздау екен. Жолбарыстың дегеніне көне кетеді. Ағай, сіздің жолыңыз үлкен, алдымен өзіңіз бастаңыз. Мен екінші болайын, деп жолбарыс қиыла түседі. Піл ұзын тұмсығын көкке көтеріп азынап қоя беріпті. Айналаға бамбук ағашынан жасалған сыбызғының үніндей ыңыранған дыбыстар айтты. Оған әрине ешкімде селт етпес еді. Кезек жолбарысқа келеді. Ол ақырғанда ағаштар дірілдеп кетіпті. Жапырақтары саудырап жерге түсіпті. Айналадағы аң құстың зәресі ұшып, жан-жаққа бытырай қашыпты. Ал ағасы, жеңілдіңіз, енді мен сізді жеймін, дейді жолбарыс. Піл байғұс не істерін білмей дал болыпты. Ақыры, маған бір күн мұрсат бер, үйіме барып туыстарымен қоштасып келейін, деп жолбарысқа жалынады. Жолбарыс келіседі. Пілдің уәдесін алып үйіне қайтарады. Қазандай басы салбырап, тұмсығымен жер сызып, жылап еңіреп келе жатқан пілді көртышқан көріп қалады. Піл ағай, үлкен басыңызбен сонша жылағаныңыз не? Деп таңғалады көртышқан. Піл оған басынан өткенді қайғылы оқиғаны түгелдей баяндап береді. Сонда көртышқан: қорықпаңыз ағай, мен сізді бұл пәледен құтқарамын. Піл әрине бұған сене қоймайды. Кішкентай бұның қолынан не келеді деп ойлайды. Әйтсе де басқа амалы қалмағандықтан көртышқанның сөзіне құлақ түреді. Сіз қазір үйге барып демалыңыз. Түнделетіп жолбарыс айтқан жерге келіңіз. Мен де барамын. Жолбарысты сол жерде күтеміз. Көресіз, ол өте ерте келеді. Айтса айтқандай жолбарыс таң атпастан межеленген жерге келеді. Өзін күтіп тұрған пілді көреді. Оның үстіне бір кішкентай аң шығып алып, арқасын тістелеп жатыр екен. Кішкентай аң жолбарысты көргенде: бәрекелді, пілді жеп жатыр едім, жолбарыс та келе қалыпты ғой. Енді оны қоса жеймін, деп айғай салады. Мұны естіген жолбарыстың жүрегі аузына тығылыпты. Алды-артына қарамай қаша жөнеледі. Қаншалықты жерге ұзағанын кім білсін, әйтеуір бір кезде оны ағаш басында отырған маймыл көріп қалады. Сұмдық-ай, жолбарыс қашып келеді. Ормандағы ең мықтанды кім қорқытты екен, деп маймыл безек қағады. Жолбарыс сонда ғана есін жиып, ентігін басыпты. Маймылға пілді жеген кішкентай аң жайлы айтып береді. Маймыл бұған шиқылдап тұрып күліпті. Қайдағы бір көртышқаннан қорыққаныңыз қалай, жолбарыс мырза? Ол деген жер қазып, құрт құмырсқа теріп, жеп жүрген бейшара ғой. Сізді алдап соққан екен. Жүріңіз, пілдің де, оның да сазайын тартқызайық, дейді. Сөйтіп екеуі піл мен көртышқан қалған жерге келеді. Келсе, көртышқан сол күйі пілдің үстінде отыр екен. Ол маймыл мен жолбарысты көрген бойда: әй қу маймыл-ай, сен де бір түйір ұят болсайшы. Туыстарын маған 9 жолбарыс қарыз еді. Сен болсан біреуін ғана әкеліпсің, деп бұлқан-талқан болыпты. Сол сәтте жолбарыс маймылды желкеден алып, жерге бір ұрып өлтіреді де тұра қашады. Сол күйі орманға мүлде аттап баспайтын болыпты. Міне осылайша кішкентай көртышқан жауыз жолбарыстан айласын асырып, аңғал пілді ажалдан арашалап қалыпты.